Ол кісі 3 рет суицид жасаған. Біріншісінде асылып қалған. Солай болу керек, өйткені мен ер азаматпын деген. Сен өйтпеуің керек, сен бұлай жасауың керек. Әйел адамдармен тіл табыса алмайды, бір-бірін түсінісе алмайды. Ер адамдардың осы жеке жүйесін өздері күтпей, мысалы, жаңағы стресстің бәрін іште ұстауы, соның бәрі түбін нәтижесіне неге алып келеді? Және де осы бір оқиғаны, осы бір сұрақты өзіңіздің жеке бір тәжірибеңізбен байланыстырып айтып кетсеңіз. Мысалы, сізге адам келді, жеке жүйесі әбден тозған. Менде бір клиент болды, алыс қаладан іздеп келді мені. Телевизордан көру арқылы осындай жігіт бар. Менің бір біреулер арқылы тауып, сонымен келді. Сонда ол кісі 3 рет суицид жасаған. Жүйке жүйесі тозғандықтан. Сонда қазір айтамыз, мысалы, суицидтік анадан болды, мынадан болды, буллингтен болды, ана біреуден қорқытқаннан болды, анасына ренжігеннен, әкесіне ренжігеннен жоқ. Суицидтің ең бірінші факторы ол дүниетанымның өзгеріп кетуі. Осы өмірге көзқарас, дүниетаным, осы өмірдегі біз қалыптасқан норма бар ғой, мысалы, таңертең тұрамыз, киінеміз, жұмысқа барамыз, түсте тамақ ішеміз, кешке жұмыстан келеміз. Осындай нормадағы, мысалы, қарым-қатынастағы дүниетанымның өзгеріп кетуі. Мен өзім оны бір емес, біраз ондай менде болды, солардан өзімнің тәжірибеммен айтып отырмын. Сонда қарасаңыз 3 рет жасаған. Бірақ енді әрқайсысын жасаған сайын, енді біріншісінде енді 100%, жоқ, былай айтайын, біріншісін жасаған кезде ол 99%-дан 100% деп алатын болсақ, бір ғана шанс бар да тірі қалуына. Сол 1%-ді пайдаланды да. Екіншісінде біріншіде қандай әдісті қолданған? Біріншісінде асылып қалған. 99-дан бір ғана пайыз. Мен өзім солай өзім салыстырмалы түрде аламын. Бірақ сырттан адам келіп араласып, көршілері келіп құтқарып алған. Екінші қарасаңыз, өзіңіз қалай ойлайсыз? 100%-да қаншаға шанс? Шынымен өте сирек тірі қалу. Иә. Сарайда бір өзі. Онан кейін мен өзім 50-50 деп аламын. Екінші жағдайды. Ол есік алдында тұрған машинаға күндіз бензин шашқанда ішіне кіріп өртеп жүрген машинаны. Енді ол асылғаннан гөрі былай қарасаңыз, жаңа машина сырты жанып, іші жанып десе біраз уақыт бар, мүмкіндік бар. Мен оны 50-50 деп аламын. Тірі қалу мүмкіндігі. Біреу көріп қалып, өшіріп. Күндіз қаланың ішінде. Үшіншісі, тефальді, шай ішейін деп жатқан кезде, ыстық тефаль шайнекті қайнап тұрған, үстіне құйып жіберген. Енді мен ол жерде енді бір 30-да қайтыс болып кетті, 30% деп аламын да, тірі қалу мүмкіндігі 70%. Осындай нәрсе деп аламын да, ол нәрсені. Өйткені қарасаңыз, сол адамды енді былай психологиялық портретін қалсаңыз, бірте-бірте әрбір сондай әрекетке сайын уже тірі қалу мүмкіндіктерін көбірек өзіне жоғарылатып отырған. Байқайсыз ба? Қызық оқиға. Сонда бұл адам болды, менде қазір жақсы түпкі дүниетаным өзгеріп кеткен. Не болған? Дүниетанымы. Енді оның дүниетанымы бойынша, мысалы, әйел деген, ол мен алыс жолдан келген, жұмыстан келгенде балалардың бәрін мұнтаздай киіндіріп қойып, ішқа бәрі топ-том киіп, әдемі болып, сондай жыламайды, әйелі күліп, сәй қалайсың деп, аяқ киімін алып қойып, киімін іліп, тамағын беріп, бәрін жасап, мақтап, мені, сен жұмыс істеп жүрсің, отағасы, осындай, сенің арқаңда біз адам болып отырмыз деп. Сонан кейін тамақ ішіп болғаннан кейін бұл тұрып кетсе, ваннасының суын дайындап, сосын бұл жаңадай ер адам болғаннан кейін өзін бір саты төмен, жоғары қойып, әйел адам сатысы бір саты төмен, дүниетаным осылай болып кеткен ғой. Ал енді ол әйел адам деген ол мынандай дейді, анандай үйде мынау жоқ дейді, сонан ұрыс шығады, сен менің туысқаныма бармай қойдың дейді, өткенде тойға бармадық, ақша болмай қалды, киім жоқ. Мен тойға кеттім, қазір әйелдер бір тойға бір-ақ көйлек киеді ғой, екінші рет кимейді мысалы. Оның өзі көп ақша тұрады. Сол мен тойға кеттім, киімім жоқ дейді, сен дұрыс қарамайсың, көңіл бөл, енді түк ештеңе таппай қалса, сен маған көңіл бөлмей жүрсің деп енді кейде реніш туады. Ол әйелдің табиғаты солай. Ол табиғатын білмейді да ол. Оның өзінің дүниетанымымен, өзінің көзқарасымен, бүкіл адам соның көзқарасымен жүру керек та. Мен жаңа дүниетаным деп отқаным бұл бекар емес қой. Сондай стереотип жасап алғанда дүниетаныммен істедім. Солай болу керек, өйткені мен ер азаматпын деген. Ал соған сәйкес келмегеннен кейін оған сол ренжіп, яғни көңілі қалып, бір емес, екі емес, сондай әрекетке барған ғой. Қандай этап бойынша оның дүниетанымын немесе бір
стереотипті ойынан ажыратып, ол адамның ішіндегі барлық нәрсе бірінші шығу керек. Барлық нәрсе онан шығару керек. Сен соны күтуің керек маман ретінде. Ана санасы тазару керек ең бірінші. Мысалы бізде кейде бізде мамандар болады, келіп мен күйеуіммен проблемам болып жүр десе, біз оны бастаймыз да. Мен әйеліммен проблемам болып жүр десе, біз бастаймыз. Сен өйтпеуің керек, сен былай жасауың керек, сен әйеліңе гүл алып беруің керек, үнемі былай күліп жүруің керек. Отбасында жаңағыдай болмайды ондай нәрсе. Болады ол 5-6 айда бір рет ол нәрсе болуы мүмкін. Күн сайын ондай нәрсе жасалмайды. Біз сөйтіп оны ананы тыңдап болмай жатып, біз өзіміздің ақыл кеңесті бере бастаймыз да. Сондықтан ол ішіндегі барлық нәрсе шығу керек ол адамда. Ана іші тазару керек. қалай тазарады? Барлығын қалай тазарады? Барлығын айту керек. Барлығын шығару керек. Айтатын сөз қалмау керек ол адамда. Сізге айтатын сөз біту керек. Сана тазару керек. Ана іштегі жиналған жаңағы бағана эмоция дедік қой, жағымыз энергияның бәрі мүмкіндігінше шығу керек. Бірінші этап сол. Ер адамның жүйке жүйесін қалай өзі бағып күту керек? Бізде психологияда медитация дейміз. Тыныш жерде бір 15 минут болсын, 20 минут болсын, тыныш, жағымды жерде отырып, ішкі санамыз жаңартуымызға, руханилықтың біздің өмірімізде рөлі бар екенін түсінуге мүмкіндік әкеледі. Тыныш жерде отыру, болмаса бір медитациялық әуендер, болмаса орманның сыбдырын, осындай нәрселер. Біз өзіміз соған дағдылануымыз керек. Бізде кейде адамдар айтсаң, бір күн бір 15 минут тыңдайды да, мынадан не қызды дейді тастап кетіп қалады. Жоқ, біз өзіміз соған нәрсеге бейімдеуіміз керек. Сіз бір нәрсені бірден ұнап кету мүмкін емес қой. Сіз бірте-бірте соған өзіңіздің психикаңызды дайындайсыз, соған қайсыз. Осындай нәрселер жасау керек жүйке тозбау үшін. Содан кейін мүмкіндік келгенше өзіңізді де мысалы, сізде ешқандай стресс, бір депрессияда жүрген жоқсыз, ренжіп жүрсіз, бірақ бір киноға бардыңыз. Онан шыққаннан кейін қандай әсерде боласыз? Күнделікті қалыпты әсерде ме? Біраз уақытқа дейін бір рухани бір жаңарып қаласыз. Болмаса бассейнге бардыңыз, суға түстіңіз. Суға түскеннен кейін сол баяғы бассейнге дейінгі санамен жүресіз бе, әлде бір тазару бола ма? Не только дене тазару, санаң да тазару, бір жарқындық, бір сергіп қайту, жеңілдеп қалу, жеңілдеу, осындай. Табиғатта бір талдар қалаң сыртың бәрі бізде қазір ана орман ғой, жасыл алаң. Мысалы, бір жарты сағат бір өзіңіз жүріңізші. Содан кейін машинаға мініп қайтыңызшы. Күшті сезімде болып қалсын. Болмаса бір мешітке кіріп, болмаса бір садақаға бір 100 теңге салыңызшы. Оның өзі сізге бір жаңағыдай жүйкеңізге, сізге бір мен де бір жақсылық жасадым ғой. Маған да бір осындай мен де сондай адам екенмін ғой, жасай алады екенмін. Осы сияқты нәрселерді біз күнде болып жатады, біз бірақ оны мән бермейміз да. Осындай әрекеттер біздің жүйкеміздің дұрыс қалыптасуына. Сосын айтатын, жақсы адамдармен жүру керек. Андай жаман сөз айтатын, өмірі мынау дұрыс емес, кредит төлей алмай жатырмын, үйдің жағдайы жоқ, қоғам жаман, анау жаман, бізде бәрі жаман, Түркияда керемет, Америкада керемет. Оның бәрі біздің көңіл күйімізді түсіреді. Сондықтан мүмкіндігінше жақсы әңгіме айтатын, бір дұрыс жол көрсететін, бір мәдениетті адамдар болады ғой. Сізді төменде жаңағы негативте емес, керісінше жоғары ұстап. Жоқ, сондай бұл мәдениетті ортада. Өйткені мына байлардың арасында, әлемдік байлардың арасында, миллиардерлер арасында мынандай сөз бар. Егер сен миллионер болғың келсе дейді да, сен миллионермен бірге жүру, миллионерлермен бірге жүруің керек дейді. Миллионерлермен араласуың керек дейді. Ал егер миллиардер болғың келсе, ол миллионерлер саған көмектесе алмайды олар. Оған сен ештеңе бере алмайды, өйткені ол миллионер, сен миллиардерлердің қатарына қосылуың керек. Бұл жерде ол ақша емес мәселе. Сол сияқты, егер сіз адам ретінде өсем десеңіз, мүмкіндігінше санасы жоғары, көзі ашық, сосын мындай адамдардың да өзінің аурасы болады. Аураны сіз өзіңіз бірден білесіз, бір мән бермейсіз. Бір адамның қасына келіп әңгімелессеңіз, сонан әңгімелесіп болғаннан шаршап кетесіз. Бір адаммен отырып әңгімелессеңіз, біртүрлі сол или даже бір өзіңізде де болады, бір адамдар болса, бір адамға өзің жақындап тұрғың келеді. Танымайсың, білмейсің, бірақ соған өзіңнен өзің жақындап тұрғың келеді. Араласқың келеді. Біреудікі жеңіл, біреудікі бола ма сондай нәрсе? Вот соны біз өзіміз саналы түрде түсіне білуіміз керек. Осындай дұрыс адамдармен араласу біздің жүйкемізді, сосын мынау көзқарасы дұрыс адамдар біздің өміріміздің жүйкеміздің тозбауына. Сосын жаңа шулы орталардан гөрі мүмкіндігі келгенше қазір үлкен қалаларда тұратын азаматтар ғой енді. Соларға айтатын, табиғатқа шығу. Аға, жалпы басты кеңестерді айтып өтіңізші, адамдардың өзінің жүйке жүйесін дұрыс сақтау үшін
Ер адамдар көбіне жүйке жүйесі ол отбасында тозады. Енді өздерінің былай айтуы бойынша. Өйткені жаңағы әйел адамдармен тіл табыса алмайды, бір-бірін түсінісе алмайды. Мына жүйке жүйені сақтау үшін бұл жерде ең бірінші болып жатқан нәрсені қалыпты қабылдау керек. Болу керек нәрсе сияқты. Ол жағдай болды, сіз оны өзгерте алмайсыз. Өзгертсеңіз ол болмай тұр, өзгертіңіз. Ол жағдай болды. Мысалы, жақының қайтыс болды. Ол саған ешқандай қатысы жоқ қой. Ол сен өлтіріп отқан жоқсың, болмаса бір өзі бір өлі, ол өзі Алла тағала берді, қайтыс болды. Оған сіздің ешқандай бір күшіңіз де жоқ. Ертең сіз де қайтыс болып кетесіз, ол ешкім сізді ұстап тұрмайды, өзіңіз ұстап тұрмайсыз. Сонда бұны айтып отқам, адам болып жатқан нәрсеге шынайы көзқараста болу керек. Эмоцияға беріп, айқайлап, жылап, стресске беріліп, біреулердің баласы да қайтыс болып жатады. Не істейсің? Сіздің де ол ешкімнің қолынан келмейді, оны өмірін сақтап қалу. Ешкімнің ол ажалы келіп кесірінен болып тұрған. Ешкімнен болып тұр. Осылай қабылдау керек. Сондықтан да ең бірінші мен айтып жатқам, болып жатқан нәрселерді қалыпты қабылдау керек. Сонан кейін мен айтам ер азаматтарға, мүмкіндігі келгенше спортпен айналысу керек. Спорт біздің өзіміздің бойымыздағы сенімділікті арттырады. Сосын бізде бір дұрыс қолымыздан келетін жүзеге асырылатын мақсаттар болу керек бізде. Ол мақсаттар не үшін керек? Ол мақсаттар біздің өмірге ұмтылысымыз үшін. Біз осыған жетем ба деген. Ол тек адамның мысалы не үшін мақсаттар? Стимул болады, мотивация береді. Осындай мысалы мен үй аламын, мен қызметімді жоғарылатамын. Сол үшін адамда қызығушылық пайда болады. Сол үшін ол білім ала бастайды, сол бағыттағы үйрене бастайды. Сондай бір жаңағы қалыпты жағдай. Сонан кейін жаңа айтып кеткендей осы спортпен айналысу, сонан кейін адамның мынау өзіне өзі сенімділікті арттыру керек адам. Сізді ешкім ұрып кетіп жатқан жоқ. Дұрыс жүрсіз, дұрыс. Сонда сенімділіктің болмауда жаңағы айтып кеткендей қобалжу, күйзеліс, қорқыныш, депрессия, стресс, осының бәрі адамда өзіндегі сенімділіктің болмауынан. Адам өз-өзіне, өзінің жасап жүрген жұмысына мен қолымнан келеді, мен де істей аламын. Өз-өзіне деген сенімділікті арттырудың 3 жолы қандай? Өз-өзіне сенімділікті арттырудың 3 жолы. Ең бірінші көп оқу, екіншісі спортпен айналысу, және де жаңа айтып кеткендей алдына бір нақты мақсат қою. Осы нәрсе үшеуін істейтін болсаңыз, осы уақытта қолыңыздан келетін. Уақытымыз болады бір жарты сағат спортпен күніне. Біздің дүниеміз өзгереді. Және өз-өзімізге сенімділігіміз үнемі қайталап жүрмін. Мен қолымнан келеді, мен жасай аламын. Мен барлық жасап жүргенім бір менен артық емес. Бірақ оны айтып қана емес, соған мақсат қойып, әрекеттеніп істейтін болсаңыз. Осы нәрселер. Сізді мазалайтын кез келген сұрақты пікірге жазып, маманнан дұрыс әрі толыққанды жауап ала аласыз. Ер денсаулығы жобасы сіздер үшін пайдалы әрі маңызды екеніне сенеміз. Сіздерден кері байланыс күтеміз. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар және де пікір қалдырыңыздар.